Білім жарық шам, иман сол шамның оты. Білімді ұрпақ елдің тірегі, ал иманды ұрпақ елдің жүрегі. Иман ол атанаға құрмет, ұстазға ізет, жолдасқа адалдық. Қазіргі қоғамға мықты маман ғана емес, адал, әділ, жүрегі таза азамат керек. Ұрпаққа иман беру, болашақты ізгілікпен жарық ету. Сенімі бар жас, сүрінсе де қайта тұрады, адаспайды, армен өмір сүреді. Имани тәрбие, рухани тәрбие жастар үшін өте маңызды. Өйткені адамның ішінде сондай бір бос кеңістік бар. Оны тек қана рухани дүние толтырады. Жастарды имандылыққа дұрыс тәрбиелейтін болсақ, бұл олардың қоғамға жанашыр болуына, мейірімді болуына, ағайын туысқанына, ата-анасына дұрыс мәміле жасауына зор септігін тигізеді. Әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасшауы дейді. Балаға тек білім емес, жүрек тәрбиесі керек. Сондай-ақ пайғамбарымыз ең жақсы мұсылман, өзгеге зияны тимеген адам. Иман мінезде, әрекетте көрінеді. Құдайдан қорқатын адам теріс әрекетке бармайды. Қоғамның алдындағы, елдің алдындағы, Құдайдың алдындағы жауапкершілігін сезініп өмір сүреді. Сол үшін де жастарымызды имандылыққа баулуымыз керек, оларға рухани тәрбие беруіміз керек. Сенімді имамдардан, яғни тек қана сол мешіт имамдарынан, арнайы мамандардан, әлеуметтік желідегі парақшалардан, сенімді дерек көзінен рухани нәрді, әлгі рухани тәрбиені алуымыз керек. Иманды ұрпақ сөзбен емес, үлгімен тәрбиеленеді. Бүгін еккен иман ертеңгі ұлттың тірегі.